Артур, қараңыз, бір ресторанда кездесіп қалдық. Сіздің келін бар, мысалы айтқанда әдемі көйлегі бар, иә, былай еді. Мен сізге сұрасам, Артур, ренжімеңіз, сіздің әйеліңізді фотоға түсіріп алсам, соткама бола ма десем, келісесіз ба? Оны менен сұрамайсың, оны менің әйелімнен сұрайсың. Жоқ, мен сіз әйеліңізге жауап бермейсіз ба сонда, Артур? Ол тұлға, мен тұлғамын, мен өзіме қол алған жоқпын. Мен болмайтын сұрақ қоймаңыздаршы. Мен тұлғаны алдым. Тұлға ретінде менің әйелімді тұлға. Оның өзінің құқы бар. Ол ислам мемлекетінде тұрып жатырған жоқпыз. Оның құқы бар. Егер ол әйел, менің әйелім қаласа, әрине бұда тұрған неше бар. Мен қуанам, менің әйеліме біреу қызық тұрғанына, менің әйелім соншама әдемі, соншама көркем, және сондай көркем болып тұрып, әдемі болып тұрып, тұлға болып тұрып, ол мені таңдады. Мен бақыттымын ол үшін. Дұрыс қой. Бірақ сіз тұрсыз қасында, әйеліңізді мен соткамен фотоға түсіріп алсам, жеке, сіз намыс деген жоқ па дегенде, қалай? Мен әйелінен абсурдный пример неге келтіресіз? Намыстанатындай бір жерін ашып кетіп атқан жоқ қой. Ашып кетіп жатса, тиісіп жатса, ол менің уже еркек ретінде мен қорғаймын өзімнің әйелімді. Жоқ. Специальный провокационный сұрақ қойып отыр да, мысалы, әйеліңе тиісіп ше, осы исламистер осы бар ғой, малың болады осы. Жоқ, сұрақ болып тұр солай. Әйелің бар, дұрыс па исламистер, иә? Рахат, сен түсінігің бойынша ол әйел өзінің ақылы жоқ, ойланады ғой өзі. Рахат, тыңдашы, сонда сендер, дін болмаса, мораль деген нәрсені білмейсіңдер ма сендер? Сол сонда туыла салып сендер дінге кіргізіп тастайсыңдар ма? Сол анау рухани адами құндылықтардың барлығын? Причем дін емес. Просто мына жігітте мынау семьясын қызғану деген түсірсең түсіре бер, өзіне сұра. Мен барамда күйеуіңіз рұқсат берді, сізді фото түсіріп алсам бола ма? Ол кісі сұрайды, былай тұрсаңыз болды, былай тұрса фото түсіріп алып кете берсем. Онда сен прямо айтып, әйеліңді қызғанасың ба, қызғанбайсың ба деп. Тұлға өзінен сұрайды оны. Фотоға түсіріп алса да, басқа қылса да. Ал ашық болса, бағанағыдай айтты ғой, өзі қорғаймын деп. Болмаса, абсурдный пример келтіресіздер. аккаунт сұраса бола ма дейсің, мысалы. Аккаунт. Рахат, сен мен тыңдаш, сенің әйелің, сенің қыздарың да только сенің айтқаныңмен тұрып жүргенге үйреніп қаласың, адамдардың бәрі сондай деп ойлайсың. Болмаса ол әйеліңнің өзінің намысы жоқ па, өзінің ақылы жоқ па, или бас әйеліңді шәрик көресің ба, қыздарыңды жетіспейтін көресің ба, бұлай жүрме, бұлай жүр. Исламистерді білесіздер ме? Талақ беріп, бір-біріне лақтырып жібереді ғой сол. Жоқ, бұл жерде талақ емес. Бұл жерде мына қызғану, мысалы анау күйеуі әйелің басқа ет қалай болады деген сұрақ кетіп отыр да. Мен жауап берейін, жақсы қызғану туралы. Исламистерде мораль деген болмайды. Адекватно. Біреудің атына қызығады бұлар. Мысалы, адекватно қызғану деген бар, иә, бірақ мен тым қызғаншақ болсам, мен өз-өзіме тұлға ретінде, жігіт ретінде, ер адам ретінде өз-өзіме сенімділігім жоқ деген сөз. Яғни мен өзімді сенімді санамаймын, ақшаны дұрыс таппаймын, үйге тамақты дұрыс әкелмеймін, немесе басқасы бақсын, немесе төсекте мен ол әйелімен дұрыс жата алмаймын. Яғни мен өзімді төмен санаймын деген сөз. Егер мен сондай бір қызғаншақ болатын болсам, мен бұл жерде әйеліммен жұмыс жасамауым керек, мен өзіммен жұмыс жасауым керек, өзімді тұлға ретінде өсіруім керек, энергиямды өсіруім керек, ақшаны керемет қылып табуым керек. Сонда мен ешқашан уайымдамаймын. Сонда менің әйелімде тұлға, менің әйелімнің өзінің сүйікті істері бар, баратын салондары бар, тренажерный залдары бар, кездесетін құрбылары бар. Екі тұлға бір-бірін тұлға ретінде өсіреді, екеуі бір-біріне жараларын үйкелемейді. Міне осылай.